Құрметті тыңдармандар, әңгімені тыңдамас бұрын лайк басып арнаны қолдап жіберуіңізді сұраймын. Білмеймін неге, бірақ сол күндері жүрегім әлденені сезетін. Ішім біртүрлі тыным таппай, бәленің боларын түйсігіммен аңғарғандай едім. Тек қай тұстан соғар соққыны түсіне алмадым. Іштей бір тұман, бір белгісіздік мені шырмап алғандай. Мектептегі ауыр жұмыс та жүйкеме әсер ете бастады. Тілді үйренуді де ұмытып кеттім. Әуелде бәрі жақсы жүргендей көрінген. Таңбаларды, әріптерді меңгеріп келе жатқанмын. Бірақ мәтіні оқуға кіріскенімде-ақ, екінші жолдан әрі аса алмай тоқтап қалдым. Оған қоса кенеттен қаза тапқан дружоктың өлімі жаныма қатты батты. Ештеңе үйлеспеді. Қолымнан іс келмеді, ойым шашырап, тіпті оқу да, тігін де, тірлік те жүрмей қойды. Күнделікті ұсақ түйек шаруамен айналысып, кешке төсегіме құлай кететін болдым. Қазір оны депрессия дер еді. Бірақ мені ең қатты мазалаған Вера әжейдің әшекейлері еді. Атамның қолына оның білезігі қалай түскенін білгім келді. Қаңтардың соңында әжемнен тағы бір мазасыз хат алып, көршілерден үйге көз қырын сала тұруды өтініп қалаға жол тарттым. Автобусқа кіріп әдеттегідей билет сатып алып, қалтама қолымды сұғып едім, жұқа бір кітапшаны ұстап шықтым. Жинақтаушы кітапшасы екен. Оның үстіне ұсынушыға беріледі деп жазылған. Және ішінде орасан көп ақша жазулы. Жол бойы ойым сан-саққа жүгірді. Мұны кім, қашан салып жіберді? Соңғы күндердегі абыр-сабырда үйден не болса да алып шығуға болатын. Бірақ қалтаға оны тек Игнатий Романович салып кетуі мүмкін. Соңғы келгенінде көп киімдерім ілулі тұрған ілгіштің маңында ұзақ тұрған, бірдеңені істеп жатқан еді. Ал мен сол сәтте оның әңгімесіне әбден беріліп, ештеңеге мән бермегенмін. Неге бұлай жасады? Әшекейлердің жайы бір басқа, ал мынау мүлде түсініксіз. Бұл қайдан келген жақсылық? Қайдағы мейірім, қайдағы қайырым? Неге дәл маған осылай сый жаудырды? Егер кітапша шынында Игнат атанікі болса, мен арқылы Максқа берген түріме? Неге ол оны Максқа өзі бермеді? Неге мені ескертпеді? Басым әбден қатты. Қолымды бір сілтеп кітапшаны сөмкемнің ең түбіне, ең құпия бөлігіне тығып қойдым. Әжемнің үйіне жеткен соң не істеу керегін шешем деп өзімді жұбаттым. Бұрыннан байқағаным, өз бетімен өмір сүре бастаған сәттен-ақ ақша мені шын ниетімен сүйіп қалғандай болды. Олар күтпеген жерден ауадан пайда бола беретін. Атам мұны білген болар. Әйтпесе неге ол әжеме өзінің тықпа ақшасын маған берсін деп тапсырды. Мен де байқайтынмын. Ақшаға деген қатынасым бір жақты емес еді. Бірде тиыннан теңге құрап, жарты жыл бойы үнемдеп жинаймын, ал кейде керісінше кенеттен барымды жұмсап тастаймын. Бірақ ешқашан бекер нәрсеге емес, керек пайдалы дүниелерге. Сол жолы да жазғы сапардан қалаға қайтқан соң, қайтадан үнемдеу режиміне кірістім. Тіпті өмірім соған тәуелді секілді. Әр тиынды есептеп жинай бердім. Одан басқа 1,5 ставкамен жұмыс істеген соң ақша өзендей құйыла бастады. Неліктен бұлай істегенімді өзімде білмеймін. Бірақ кейін түсіндім. Біздің әулетте болашақты көрушілер әлі де бар екен. Қалаға келген бетте базарға соғып тағы біраз доллар сатып алдым. Үйге жеткен соң әжемді сұраққа ала жөнелмедім. Ең бастысы оның денсаулығын тексеру еді. Макс үйреткендей, ақырын ғана оның тамырларын, ішкі органдарын сканерлей бастадым. Әрине менің қабілетім Макстың қасына түк емес, бірақ кішкене сезуім бар ғой. Қызық, бәрі таза, бәрі дұрыс. Тағы да бір тексеріп шықтым, ештеңе таппадым. Содан соң үйдің өзін, есіктерді, қақпаны, айналаны түгел қарап шықтым. Бәрі қалыпты. 2 күннен кейін ғана не болып жатқанын түсіндім. Әжем жұмыстан телефон шалып, менің сыртқа шығып қарсы алуымды өтінді. Біреу оларға қой етін әкеліпті, ал ол аш көзденіп, тұтас бір сойылған қойды сатып алыпты. Әжем үшін бұл ауыр емес еді. Соғыс жылдарында одан да ауырын көтеріп жүрген ғой. Бірақ еттің көлемі тым үлкен болған соң жүруі қиындаған. Мен асығыс сыртқа шықтым. Әжемді көріп үлгергенім сол еді. Анам арт жағынан ащы айқаймен ұшып келіп, қолындағы кірпішпен әжемнің басынан ұрайын деп жатты.
Жын ұрды ма? Деген ой ғана үлгеріп өтті. Мен еріксіз күшпен оны әжемнен кері серпіп тастадым. Қорқыныштан есімнен тана жаздадым. Жалғыз ой әжемді қорғау болды. Анам тек шегінген жоқ, қатты ұшып барып бағанға соғылды. Қатты дыбыс шықты да, ол кірпішті қолынан тастамай жерге сылқ ете түсті. Әжем шошып кетіп, кішкентай баладай бүк түсіп, жұдырығын аузына апарып үнсіз жылап отырды. Анам қозғалмады. Сол күйі кірпішті қысып жерде жатты. Сонда әжем сыбырлап: «Галка, не істеп жатырсың? Ақылыңнан айырылғансың ба? Мен саған онсыз да ақша беріп жүрмін ғой. Бәрібір де аз ба?» деп жылады. Мен дірілдеп тұрып айқайлап жібердім. «Не? Сен оған ақша беріп жүрсің бе? Әже, не істеп жүрсің сен? Бұл әйел неге өзі жұмыс істемейді? Өмір бойы біреудің арқасында күн көріп, ақшаны кассадан емес, қалтадан алады деп ойлайды ғой». Мен сол сәтте өз даусымның қатқыл да қорғасындай ауыр естілгенін аңғардым. Ауа қоюланып, айналамдағы дүние сілтідей тынды. Менің ойыма бір қызық жоспар келді. Анамды жұмыс істеуге көндіру. Анамның жанына барып мұқият қарадым. Таңғаларлық, ештеңе етпегендей. Тек маңдайында ісік, жеңіл сілкініс. Бетінен жеңіл шапалақтап: «Әй, қымбаттым, тұр енді», дедім. Анам көзін ашып, есін жия бастағанда, мен жоспарымды іске асыра бастадым. Иығынан ұстап, ақырын көтеріп: «Сен жұмысты қатты жақсы көресің. Әсіресе еден жууды. Тіпті екі жерде еден жуушы болып істегің келеді. Сен ата-анаңды, балаларыңның бар жоғын ұмытып қалдың. Өйткені сен қатты соғылып, есіңнен танып қалдың», дедім анық сенімді дауыспен. «Надежда, есіңді жи, не істеп жатырсың?» деп әжем айқайлап жіберді. Бірақ мені тоқтату мүмкін емес еді. Мен анама 10 жыл бойы жалғыз өмір сүріп, демалыссыз, 2 ауысымда жұмыс істеу туралы мықты бағдарлама енгіздім. Сосын әжеме бұрылып: «Әже, сен оған жақындаушы болма. Жетер. Тіршілік етсін, жалғыз өмір сүрсін, еңбектенсін. Мүмкін сонда ғана бірдеңе түсінер». Тек біраз уақыт өткен соң ғана мен өз әрекетімнің қаншалықты қатал болғанын ұқтым. Бірақ бәрібір ештеңені өзгерткім келмеді. Кешке ауыр әңгіме болды. Әжем мені райымнан қайтаруға тырысты. «Анаңа ондай жасауға болмайды». Ал мен өзімдікін дәлелдеп бақтым. Бауыр еті баласын кешіріп, оны еркелете беруге болмайды. Әйтпесе міне, бүгін өз қызы анасының басын жарып өлтірмек болды, дедім. Біраз сөйлесіп, ақыры шешімге келдік. Жыл бойы солай өмір сүрсін. Егер оң өзгеріс болмаса, сол күйінде қалсын. Ақыр соңында ешкімге зияны тимейді ғой. Сол кезде ғана есіме білезік түсті. Сөмкемнен шығарып үстелге қойдым. «Әже, шындықты айтшы, мына зат атамның қолына қайдан түсті?» Әжем білезікті абайлап түзетіп, әр тасының бетін саусағымен сипалап шықты. Сосын кенеттен кішкентай балаша күліп жіберді. «Түсінесің бе? Соғыстан кейін көп еркектердің ана жерімен проблема болды. Өзің білесің ғой», деді күліп. Мен бір сәт түсінбей қарап қалдым, бірақ ұққан соң күлкімді әрең тыйдым. «Әже, қатырдың ау». «Солай. Атаң біреуіне көмектесті, екіншісіне қалада мықты емші деген атағы шықты. Кім келмет десеңші, Хабаровскіден де ағылып келіп жатты. Ешкімді қайтармайтын. Бірде түннің ортасында жаңа келген НКВД бастығы, ол кезде қазіргідей МВД дейтін, келіп көмек сұрады. Атаң көмектесті. Ал әлгі бір аптадан кейін қайта келіп, осы білезікті ұстата салып, «Мынау маған тыныштық бермейді. Маған соңғы жақсылық жасаған адамға сыйла» деді. «Міне сондықтан саған әкелдім» депті. Атаң үндемей суық қарап тұрып, «Бұл затпен күнәдан құтыла алмайсың» депті. Кейін әжем талай сұраса да ол ештеңе айтпапты. Тек «Алып кет көзімнен, қанның иісі шығып тұр одан» деп білезікті лақтырып тастапты. Мен де үнсіз отырып, оны қайтадан сөмкеме салып қойдым. «Іштей жарайды, әйтеуір біздің отбасы бұл іске қатысы жоқ» деп өзімді жұбаттым. «Над», деді әжем сыбырлап, «ал білезіктің өзінде не бар екен?»
Дәл айта алмаймын әже, дедім ауыр тыныстап. Бірақ шамалап болжауға болады. Сол кәрі шошқа әлде өзі, әлде серіктестерінің бірі білезіктің иесін өлтірген. Өлтірмес бұрын зорлаған. Міне сондықтан кейін өзінде де соның ізі қалған. Осы тұста мен әңгімені жалғастырғым келмеді. Жексенбі кеші болатын. Қаладан келгеннен кейін сөмкемді ақтарып, пешті жағып үлгергенім сол еді, есікті сәл ғана түртті. Әдетте Люба тәте есікті қатты қағып, кір дегенді күтпей бірден үйге кіріп келетін. Ал бұл жолы үнсіз, баяу, біртүрлі қысылып тұрғандай. Не болды? Дедім есікті ашып. Надюша, сөйлесетін шаруа бар еді, деді ол сыбырлай. Мен үндемей шегініп көршімді ішке кіргіздім. Не боп қалды? Дедім қайтадан. Міне қараш, деп Люба тәте үстелге 3 жинақ кітапшасын қойды. Екеуі кассалық лентамен байланған. Лентаның үстінде Максим деп жазылыпты. Бұларды мен 2 апта бұрын дүкенге барғанда сөмкемнің түбінен таптым. Содан? Қалай содан? Олар қайдан пайда болды? Деп көзі бақырайды. Ой, сізде осындай сыйлықтастар адам көп педі? Деп күлді мен. Игнат ата сізге өлерінің алдында келіп педі? Келген, деді Люба тәте күрсініп. Бірдеңелер айтып қоштасып тұрғандай болды. Бірақ мен ас үйде шаруа істеп жүріп, тыңдамаппын да. Білсем ғой, бәрін тастап соны тыңдар едім, деді дауысын шығарып көзіне жас алып. Демек сол қалдырған ғой, түсінбейтін несі бар. Көп нәрсе бар. Біріншіден неге мыналарды Максимге бер дейді, деп ленталы 2 кітапшаны көтерді. Екіншіден, кәдімгі зейнеткерде мұндай ақша қайдан жүр? Ол өзінің кітапшасын ашып, ішіндегі 2-ін шығарып үстелге қатар қойды. Бұл да аз емес, деді ме күлімсіреп, бөлмеден өз кітапшамды алып келіп үстіне қойып. Мен де осындайды таптым. Қалаға барғанымда қалтамнан шықты. Люба тәте маған қарап сілейіп тұрды да, кенет шалқ етіп орындыққа отыра кетті. Мына жерде 40 000. Қайдан? Мен жай ғана иығымды жылыстаттым. Таңғаларлығы, маған туған жиеніне 10 000, ал Максимге 20. Бұл не теңсіздік сонда? Деді ол дауысы базардағы сатушының үніне ұқсап. Тәте, сіз әлі ештеңе білмейсіз ғой, дедім сабырмен. Нені білмеймін? Максим Игнат ата мен Вера жейдің жалғыз туған немересі. Ата маған өзі айтқан еді, соңғы рет келгенінде. Люба тәте аңтаң болып аузын ашып қалды. Сол сәтте мен алғаш рет аузын ашып қалу деген тіркестің өмірде қалай көрінетінін көрдім. 1 минуттай үнсіз отырды да, кенеттен егіле жылады. Қолымен жүзін жауып, өксіді. Мен оны әрқашан жақын көрдім. Іштей сезіп жүруші едім. Айттым ғой, менің жүрегім ешқашан алдамайды, деп күңіреніп қайта-қайта қайталады. Егер білсем ғой, шешесі өлгенде өзіме алып кетер едім. Онда қажеті де болмаған, дедім күліп. Өзі есейіп жігіт боп кеткен кезі ғой ол кезде. Люба тәте көз жасын сүртіп аздап жымиып қойды. Я, рас, неге әуре болып отырмын, деп қолын бір сілтеді. Бірақ кенет тоқтап маған тесіле қарап. Надежда, сонда бұл жағдайда Вера тәте менің туған жеңшем болғаны ма? Дәл солай, дедім мен. Демек Максимге ең жақын туысы қазір сізсіз. Мүмкін сол үшін де ата сізге осы кітапшаны қалдырған шығар, деп үстелдегі кітапшаны саусағымен түртіп қойдым. Ал енді алыңыз, пайдаңызға жаратыңыз. Мен жинақтарды бір уысқа алып оған ұсындым. Тоқта, деді ол біреуін ұстап қалып, мынау сенікі. Маған неге? Мен ештеңе істеген жоқпын ғой. Егер Игнат ата берсе, демек себебі бар. Марқұмның еркіне қарсы келуге болмайды, деді де жинақ кітапшаны қолыма салып қойды. Болды, бұл тақырып жабылды. Сол сәтте төбенің астынан әлде бір әзілқой күлкінің сықыры естілді. Тура Игнат Романовичтің күлкісі. Мен ондайға баяғыдан үйренгенмін, сондықтан селт етпедім. Күлсе күлсін, үйреншікті ғой деп қана ойладым. Ал Люба тәтенің өңі бозарып кетті. Сен естідің бе? Нені? Дедім мен не айту керегін білмей. Ол сыбырлап үрейлене айналасына қарады. Қазір тыныш қой, бірақ аз ғана бұрын тура Игнат атаның күлген дауысы естілді.
деді де жанталаса шоқына бастады. Сізге солай көрінген шығар, дедім жай ғана, сол үнді растауға да жоққа шығаруға да батпай. Бізге жұмбақ жасырып қалдырды да, өзі отыр енді күліп, бізге қарап, қалай бөлісер екен деп Люба тәте күліп күрсінді. Жарайды, ең бастысы ұятқа қалмадық. Мен кетейін, Надежда. Айтшы, сен бұл үйде осындай нәрселермен қалай өмір сүресің? Ол есікке беттеп тұтқаны ұстай берді де, тағы бұрылып сұрады. Сонда да, оның мұншама ақшасы қайдан болған? Мен иығымды жылыстаттым. Білмейм, бәлкім, бәрі тек өзінікі емес шығар. Мүмкін Вера жейдің де қаражаты араласқан болар. Біз ол жайлы түк білмейміз ғой. Кім білет? Келесі күні таңертең мектепте кездескенде, Люба тәте мені шетке алып кетіп, «Білесің мен, Надежда», деді біртүрлі қысылып. «Мен сол ақшаны жай ғана пайдалана алмайым. Ұят сияқты. Сол қаражатқа ата-анама әдемі ескерткіш қойып, қоршауын жаңартам. Ал қалғанын бір жерге салып қоям. Лёхаға керек болып қалар». «Онда мен де сізге қосылам», деді мен бірден. «Қой, сенің өз туған туысың бар емес пе?» «Бірақ Игнатий Романовичке ескерткіштің жартақшасы мен төлейінші, жарай ма?» дедім баладай жалынышты дауыспен. Өйткені өзім де ыңғайсызданып жүрмін. Люба тәте ұзақ қарсыласпады. Не менің көңіл күйімді түсінді, не есептеп қарағанда пайдасын байқады ма. Әйтеуір бұл әңгімеге қайта оралмадық. Ақпанның басында сабақтан кейін біздің еден жуушы тәтеміз маған келіп, «Надя, ертең Игнат ағамның 40 күні. Бізбен бірге зиратқа барасың ба?» деп сұрады. «Барғым келет, бірақ ертең сабақтарым бар ғой». «Сабақтарыңды қысқарта сал. Түсте барып келеміз. Оқушылар аздап күте тұрады. Бұрын мұғалімдердің бәрі солай істейтін. Бірақ олар зиратқа емес, аудан орталығына не кино көруге кететін», деп күлді ол. Келесі күні солай еттік. Сабақтар мен үзілістерді қысқартып, дене шынықтыруды алып тастап жолға шықтық. Бізге жолай тағы 2 әжелер қосылды. Мұндай іс-шараларды жібермейтіндердің қатарынан болса керек. Зиратқа барып бәрі үнсіз тұрған сәтте мен не айтарымды білмей, топырағы торқа болсын деппін. «Не деп тұрсың, ақымақ?» деп бір әжей шошып кетіп, мені шетке тартып алды. «Жаны жәннатта болсын деу керек», деді қатқыл дауыспен. Мен ұялып кеттім. Шынында да ондай сөздерді қайдан білейін? Бірақ әжейдің ашуы тез басылды. Кеткелі тұрғанбыз. Сол кезде әжелердің бірі көрші қабірге қарап тұрып қалды. «Любань, қараш, мынаның бірдеңесі дұрыс емес сияқты», деді күдіктене. Бәріміз жиналып қоршаудың аржағынан үңілдік. Менің де демім ішіме тығылып қалды. Қырғақ күннің ішінде қабір қартая түскендей, тасы шөгіп, жарықшақтар пайда болған. «Рас айтасыз», деді мен дауыстап. «Қараңыздаршы, жазулардың бәрі керісінше, айнадан көрініп тұрғандай». Шынында да ескерткіштегі әр әріп теріс қарап тұрып, ал суреттегі әйелдің бейнесі 20 жылға қартайып кеткендей. «Құдай сақтасын, сұмдық қой», дедім сыбырлап, еріксіз шоқына бастап. Мен негізінде өзім дінге онша сенбейтінмін. «Любушка, сен ағаңның қабірін қасиетті сумен бір шашып шық, жын періден сақтайды», деді әжейдің бірі. «9 күнінде ақ себелеп шыққанмын», деп жауап берді Люба. Міне, сондықтан көршісі бұзылған ғой», деді екіншісі шошына. «Бұл Варвара кемпірдің қабірі ғой. Сол баяғы сиқыршы Варвара. Есіңде ме?» деп екінші кемпірді түртіп жіберді. Неткен залым кемпір еді. Әжелер маған бірден ұнап кетті. Әңгімелері тылсым, қорқынышты, бірақ қызық. Жол бойы мен мектепке асықпай оларды тыңдап келдім. Бірі маған сабырлы үнмен «Топырағы торқа болсын» деген сөзді айтпа шырағым. Ол христиандыққа қарсы, сол баяғы пұтқа табынған дәстүрден қалған. Біз православ христиандар марқұмды еске алғанда жаны жәннатта болсын деп дұға оқуымыз керек, деп түсіндіріп келе жатты. Жаздың бір күні, балалар соғыстан аман қалған ардагерлердің тізімін жазып жүрген кезде, мен осы әжейдің үйіне алғаш рет барған едім. Сол кезде көзіме бір қызық көрініс түсті. Бұрыштағы шағын сөренің үстінде Лениннің портреті тұр. Оның айналасы әдемі кестеленген сүлгімен көмкеріліпті. Ал портреттің дәл алдында кішкентай майшам тербеліп тұрды. Сол сәтте жүрегім шым етіп қорыққан еді.
Бірақ кейін атеистік санам оянып, бәрін ақылмен түсіндім. Әсіресе Лениннің суреті есіме түскенде күлкім келді. Зиратқа барған кезде бәрі дұға оқиды деп ойлағанмын. Ал мұнда әжелер шын мәнінде шөлмекті кезек-кезек көтеріп, стақандарды соғыстырып отыр. Тек мен және Люба тәте аздап қана ұрттап қойдық. Атеист менің ішімде оянып кетті, бірақ сыртқа білдірмедім. Әйтпесе ренжіп, мына айтулы сиқыршы туралы әңгімені айтпай қояр деп. Ауылға жеткен соң әжелермен қоштасып жатқанда, маған бүкіл жол бойы діни дәріс оқып келген әжей біртүрлі елжіреп, «Мен Марфа Федоровна болам. Мені бәрі білет. Анау жасыл үй менікі. Келіп кет шырағым. Бір шай ішіп сөйлесейік» деді. «Әрине келем», деді мен қуана. Себеп те іздеудің қажеті жоқ еді. Оның қақпасына фанерадан қиылған үлкен қызыл жұлдыз ілінген. Сол сәтте түсіндім. Бұл әжей марқұм соғыс ардагерінің жұбайы екен. Әжелермен қош айтысып сәл ұзағанымызда Люба тәте күлкісін әрең тыйып, «Бар, тыңдап кел оны. Сондай ертек айтып бергеннен 3 күн бойы құлағыңдағы лапшаны түсіре алмай жүресің». «Жоқ, жаман кісіге ұқсамайды ғой. Біз балалармен барғанда түк оғаш әңгіме айтқан жоқ», дедім мен. Люба тәте күлген сайын өзімнің қызығушылығым арта түсті. Шынында да, әркімге бірдей ертегіге сену бақ берілмеген. Кейбіреулер үшін ертегі есі дұрыс емес адамның сандырағы, түнгі тыныштықта айтылатын балалар хикаясы ғана. Ал мен үшін ол өткеннің сыры. Сәл сиқыр, сәл шындық, сәл тылсым. Егер әжейдің айтқандарының жартысы шын болса да, ол қазына. Ертегі өтірік, бірақ астарында ишара бар дейді ғой. Ең бастысы сол ишараны ұстап қалу. Ал қалғанын менің қиялды жақсы көретін миым өзі-ақ толықтырып алады. Сенбі күні түске дейін әрең шыдадым. Сабақ бітті, дүкенге жүгіріп барып бір қорап печенье алдым да тура Марфа Федоровнаның үйіне тарттым. Люба тәте мені алдын ала дайындап қойған. Ішімдегі күмәншіл біреу үлкейіп бар дүниеге сынай қарай бастады. Бірақ шындыққа жету деген ниет бәрінен күшті еді. Үйге кіріп, көзім үйренген бұрышқа бір сәт қарадым да аң-таң болдым. Сөренің үстінде енді Лениннің суреті жоқ. Оның орнында ескі алтын жиекті салтанатты иконалар тұр. «Әй әже», деп ойладым ішімнен. «Әккі екен, шебер жасырған. Мен тіпті байқамадым ғой». Ал сол кезде тербеліп тұрған шам бәрін айтып тұрған екен. Бұл жер Ленинге арналмаған, басқаға арналған екен. Иконаларға тіке қарамауға тырысып, жалғыз тұратын әжейге үй шаруасына көмектестім. Үй жинап от жаққан соң, екеуміз шайға отырдық. Сол сәтте менің ойым шыр айналып, өзіме қажетті әңгімені қалай бастасам екен деп, жан-жақтан сөз іздеп отырдым. «Марфа Федоровна, балаларыңыз бар ма өзіңізде?» дедім абайлап. «Бар, 4-еу», деді ол мақтанышпен күлімдеп. «Неге сұрадың, қызым?» «Енді жиі келіп тұрама» деп. Әжей күрсініп бір сәт үнсіз қалды да, қолын сілтеп қойып сыбырлай сөйледі. «Келмейді олар, уақыты жоқ дейді. Негізі ренжісіп қалғанбыз. Олар мені алжасқан кемпір, елге ертек айтып жүреді деп ойлайды. Ал мен есімнен адаспағам. Айтқанымның бәрі шындық. Бұл біздің әулетіміздің аңызы. Мына иконаның алдында аншин, тап-таза ақиқат». «Жоқ, аншпеңіз, мен сізге сенем. Рас айтам, сенем», дедім мен ішімнен, тек енді неге сеніп отырғанымды өзімде білсем ғой деп ойлап. Әжей менің шын ықыласты түріме таңғалып қалды ма, енді оны үгіттеудің қажеті жоқ еді. Сөзін өзі-ақ бастады. Бірақ алғашқы сөйлемдерінен-ақ менің ішімнен үміт су сепкендей басылды. «Ана көрші қабірдің қисайып кеткенін байқадың ба?» деді ол. «Білесің бе неге солай болғанын? Өйткені ол нағыз сиқыршы, нағыз зұлым, таза мыстан. Ол біздің ауылда 300 жыл өмір сүрген, тіпті жасырынбай жүрген». «300 жыл?» деп ойлады мен мысқылмен. Ауылдың өзі 100 жылға жетпеген ғой. Бұл енді тым артық кетті. Қызығым су сепкендей басылып, іштей, бұл ертегі деп шештім. «Сіз мұны қайдан білесіз? Кім айтты сізге мұндайды?» дедім, менің ішкі скептигім оянып. Сен маған сенбей отырсың ғой», деп әжейдің дауысы өзгере қалды. Ширақ сәл сығанша шықты.
Оны білетін адамдар бар. Біздің әулет көп жыл бойы сол бәлекетпен алысып келген. Менің бабамның өзі соның соңына түскен. Себебі арғы әжемді осы сиқыршы құртып кеткен. Содан бері біздің әулет оны жойып тынуға ант еткен. Міне болды, енді мыстан аулаушылар да шықты, деп ойлады мен мысқылмен. Көрдің бе, нағыз ауылдық жындыханаға тап болдым. Бірақ мойындайым, менің таланттарымен өз орнымда осы сияқты. Ол баяғыда ауылдың шетінде, орманның түбінде тұрыпты, деп жалғастырды әжей шабыттанып. Ескі адамдардың айтуынша, олардың да аталары сол кезде сол кемпір туралы айтып жүрген. Сонда әлгі заманда талай бала жоғалып кетіпті. Біздің ауылдан да, маңайдағы ауылдан да, елдің бәрі сиқыршы жастығын сақтау үшін оларды жейді деді. Оның үйі жаққа ешкім жоламайтын. Ал балаларын орманға тіпті де жібермейтін болған. Сосын бәрі басылып қалды. Бала жоғалу тоқтады. Адамдар ұмыта бастады. Ауыл өсіп, кеңейді. Тіпті 100 жылдан кейін сол сиқыршының үйі ауылдың өз шетінде қалыпты. Тыныш өмір сүріп, ешкімге тиіспепті. Бірақ бір қызығы, біздің ауылда ғана емші әйел тұрақтамады. Қай ауылға барсаң да бар, ал бізде жоқ. Әр жолы ауылдың адамдарына ем іздегенде 10 шақырым жердегі басқа елді мекенге баруға тура келетін. Ең қызығы, біздің ауылда біреу емші болып шыға қалса, көпке созбай көзден ғайып болады. Ал Варвара сол сәтте тіпті жасарып, өңі нұрланып кететін. Сонда жұрт, осы соларды өлтіріп қанына шомылады екен деп сыбырласып жүрген. Қаны аз ғой, деп тіксініп айтып қалдым мен. Не дейсің? Деп Марфа Федоровна жалт қарады. Адамда жуынуға жетерлік қан жоқ қой дейм, дедім күліп. Бірақ ол менің сөзімді елемей, баяғы қарқынымен өзінің сүйікті тақырыбына қайта көшіп кетті. Сонымен, деді әжей даусын бәсеңдетіп, менің үлкен атам өзіне қалыңдықты көрші ауылдан алыпты. Бәрі жөн жосығымен өткен, құда түскен, той жасаған, бірге тұрмыс құрған. Біраз уақыттан соң босанғаннан кейін, менің үлкен әжемнің бойында емшілік қасиет ояна бастапты. Аздап науқастарды емдей бастаған. Халық қуаныпты. Ақыры өз ауылында да емші табылды деп. Бірақ қыстың бір күні қалың боран кезінде ол ізім-ғайым жоғалып кетеді. Үлкен атам түні бойы жан ұшырып іздепті. Бораннан ізде қалмаған. Таң ата шаршап құлағанында біреу, сен ана ауыл шетіндегі сиқыршыға барып көр. Ол бәрін білет. Мүмкін әйелің жайлы айтар деп ақыл береді. Үлкен атам айтқан жерге барады. Ал сол үйдің есігінің алдында әйелінің сырғасын тауып алады. Ол сырғаны өзі соғып, өз қолмен жасаған еді. Қателесуі мүмкін емес. Есікті тарс ашса, сұмдық көрініс. Сиқыршы жалаңаш қып-қызыл қанға батып тұр. Аяқта мауыздалған өзінің сүйікті жары жатты. Қайғы мен ашудан есінен танып, үлкен атам қолына ілінген балтаны алып, әлгі сиқыршыға лақтырып тура кеудесін қақ жарады. Көрді, нақты көрді. Бірақ сол сәтте әлгі әйел кенет көз алдында жоқ болып кетеді. Ал үйі әп сәтте күлге айналады. Үлкен атам әзер қашып үлгерген. 2 сағаттан соң ол арба мен темір ілмек алып қайта оралған, жарының сүйегін алып кетейін деп. Бірақ орнында түкте жоқ. Тек орманның шеті. Мен іштей басымды изедім. Мынау енді қисыны бар. Әп-сәп түгел өтірік емес. Мүмкін бәрі де түсініксіз, бірақ атасы расында бірдеңені көрген. Ең қызығы, деді әжей көзін сығырайтып. Үлкен атам сол оқиғадан кейін кімге айтып, кіммен сөйлессе де, ешкім ол әйелді білмейді, көрмеппіз дейді. Әй, байғұс қайғыдан есінен айырылған деп қана аянышпен қарапты. Үлкен атам атақты ұсташы еді. Темірден неше түрлі әбзел соққан. Бір күні базарға барады. Ал ол заманда базардың ең бағалы тауары не? Дұрыс, жаңалық. Сонда көрші губернияда емші әйелдер жоғалып жатыр екен. Халық болса болмашы сырқаттан қырыла беріпті. Сонда ол бәрін ұққан. Бұл жайдан жай емес. Үйіне оралып, ата-анасына балаларға бас көз болыңдар деп өсиет айтып, азын-аулақ ақшасын қалдырып, құрал саймандарын алып сол губернияға аттанып кетіпті.
тағы да кездесіпті екеуі. Сол сиқыршы мен менің үлкен атам. Тағы да шайқас, тағы да өлім, тағы да үйі күлге айналыпты. Үйіне қайтып келіп, ұстаханада жұмысын жалғастырыпты. Балалары өсіп, үлкені өзіне көмекші болғанда, бір күні ауылға жолаушы көпестер тоқтап, аттарын қаңтарыпты. Атам болса әлемде не жаңалық деп сұрапты. Сонда әлгілер, Сібірде бүкіл емшілер жоғалып кеткеннен халық қырылып жатқан жеткізіпті. Атам ашуын жасыра алмай, түкірігін шашып, жұмысын әрең бітіріпті де, үйге келіп болған жағдайды балаларға айтып беріпті. Сол сиқыршыны қарғыс атқырды Сібірге барып өлтірем. Мүмкін бірдеңені дұрыс істемеген шығармын. Жүрегіне қазық қадау керек шығар депті. Сөйтіп азнаулақ дүние мүлкін жинап, жолға шығып кетіпті. Сол кеткеннен оралмаған, тірі хабарда болмаған. Ауылда ұстахананы үлкен ұлы, менің атамның ағасы жалғастырыпты. Жылдар өтіп бәрі ұмытылғандай болыпты. Бірақ тарих қайталанады екен. Сол кезде қиыр шығысты игере бастаған шақ. Ауылға жолаушы қызметкерлер келіп, таулы тайғалы өлкеде емшілердің жоғалып жатқаны туралы айтып кеткен. Сонда атамның ағасы құрылтай шақырып, мынаны шешу керек. Әкемнің ісі аяқталмай қалды дейді. Отбасында жалғыз бойдақ атам болған соң, бәрі бір ауыздан жолға сен шық депті. Баяғы заманда қазіргі сияқты ұшаққа отырып, жарты күнде жету жоқ қой. Айлап, жылдап жүрген. Солай талай жыл жүріп, сұрай-сұрай іздегенін біле жүріп, ақыр осы маңға жеткен екен. Сол сәтте менің миымда жарқ ете қалды. Ол бағанадан бері басқа ауыл жайлы айтып келіпті ғой. Шынымен сенеменді. Ох, сенем деп ішімнен қайталай бердім. Тіпті сабырсызданып орындық үстінде қозғалақтап отырмын. Оқиғаның немен аяқталған тезірек білгім келіп. Ал Марфа Федоровна көзін сығырайтып әңгімесін баяу әрі салмақты жалғастырып кетті. Жолда атам бір жақсы қызбен танысыпты. Бірақ қыздың туыстары оған бергісі келмепті. Үй жайы жоқ, киімі жұпыны деп. Ақыры атам осы біздің ауылға тұрақтап қалыпты. Бұл маңда ұсташы тапшы еді. Жұмыс көп, соның арқасында атам тез көтеріліп бедел жинаған. Қыздың ата-анасы да кейін қызым беріп екеуі үйленіп бала-шағалы болыпты. Тек бір нәрсе ғана атамның жанын жегідей жеген, әке өсиеті. Сол уәдені орындамай жүрегі тыныштық таппайды екен. Кешке балаларын қасына отырғызып үнемі зұлым сиқыршы мен оны жеңбек болған ұсташы туралы ертегілер айтатын. Балалары ер жетіп, үлкені енді өзімен қатар жұмыс істей бастағанда, бір күні атам қолын аздап жаралап алады. Кәдімгі болмашы жара еді, бірақ айналада емші қалмаған. Ал дәрігер деген ол кезде атымен жоқ. Сол кезде атамның көкейіне найзадай қадалған бір ой туыпты. Демек, мыстан осы маңда жүр. Бірақ жарасы асқынып, атам сол дерттен көз жұмған. Өлер алдында үлкен ұлына, менің әкеме өсиет қалдырыпты. Сол сиқыршыны тап, көзін жой деп. Әкемнің өмірі оңай болмады. Төңкеріс, ашарба жылдар, колхоздардың құрылуы, одан кейін тағы соғыс. Соғыстан аман оралып ұстаханасын қайта ашқан. Бірақ әке сөзін ұмытпаған. Араға 2 жыл салып бір күні ер адамдар дастархан басында отырып ішімдік ішіп, әңгіме шертіп отырғанда сөздері әйелдерге ауысыпты. Сонда бір шал айтыпты. Ана Варвара ше, әлі жас, сымбатты. Ері жоқ, бірақ бір тамшыда өзгермейді. 50 жыл болды бәрібір сол күйінде. Сол сәтте әкемнің жүрегі шым етіп денесі дір ете қалған. Тапты. Сол іздеген дұшпаны осы екен. Көп уақыт бойы жасырын бақылапты. Соңында анықтағаны, Варвара біздің Верканы аңдып жүр екен. Сен оны көрмедің. Сен келгенде ол алдағашын өліп кеткен. Өлген жоқ ол, жоғалып кетті, деп түзеттім мен. Өлді ол қызым, деді Марфа Федоровна байыппен. Тірі болса үйіне қайтар еді. Енді тыңда. Сиқыршы Веркаға тісін қайрап жүріпті. Бірақ оның Игнатқа деген ықыласын байқап, бір маскүнемді азғырып Игнатты жаралап тастаған. Сөйтіп жаралы Игнатты үйіне әкеліп ешкімді кіргізбеген. Барлығын қуып шыққан. Әрине Верка келгенше күтпекші болған. Бірақ білмегені
Вера сол күндері көрші колхозға 2 күнге кетіп, ветеринарға көмектесіп жүрген. Игнат ақыры қашып шығып, Веркаға қарай тұра қашқан. Сол сәтте Верка да үйіне қайтып келіп, Игнатты ажалдан аман алып қалыпты. Варвара болса өшпенділікпен айқайлап, Веркаға тап берген. Ал Вера оған күліп тұрып, «Мыстан тозаққа кет, сол жерде әміріңді жүргіз» депті. Соңы ауыр шайқаспен аяқталды. Ұзақ созбай-ақ қояйын. Әкем ақыры ізіне түсіп, сонымен арпалысып, жүрегіне қазық қадап өлтірді. Бірақ әкем де көп өмір сүрмеді. Жарасы ауыр болды. Әрі қартайған еді. Әжей иегін дірілдетіп қойып сөзін осылай аяқтады. «Ал енді сен өзің шеш, қызым», деді ол. «Сенесің бе, жоқ па? Еркің өзіңде». Мен жай ғана басымды изедім. «Я, Марфа Федоровна, сенем. Әр сөзіңізге сенем». Кетерде ол көз жасын сүртіп күлімсіреп қалды. Мүмкін мен оның өмірінде бірінші рет шынымен сеніп тыңдаған жан болған шығармын. Тек маған бұл әңгіме бәрін түсіндірудің орнына бұрынғыдан да көп сұрақ қалдырды. Маған бұл мәліметтен айтарлықтай жеңілдік болған жоқ. Керісінше бәрі тіпті күрделене түскендей. Менің өмірім айналып келіп бір тұйық шеңбердің ішінде жүргендей сезілетін. Қайта-қайта жаңа бір ұшқынды тапқандай болам. Қуанам, соны тарта бастасам болды, бәрі баяғы ізге қайта түсе кетеді. Бір жағынан Марфа Федоровнаға ашуландым. Неге бәрін бұрын айтпаған деп. Ал екінші жағынан өзімнің ашуымның орынсыз екенін де жақсы түсіндім. Ол қайдан білсін менің дәл осы ақпаратты іздеп жүргенімді. Бәрі оны тыңдаудан шаршап, әжейдің сөзін желге ұшырған ғой. Бірақ енді неге бұл ауылда менен басқа ешкім Варвараны білмейтіні деген жайт анық болды. Себебі бұл жолы ол расымен өлді. Біріншіден бұл жолы оның қабірі бар. Ал Марфа әжейдің айтуынша бұрын ондай болмаған. Екіншіден, мен оны өз көзімен көрдім. Бұрынғыдай сұлу емес, кәрі, бүкір кемпірге айналып кеткен. Әрі қасымда көз алдымда жан тапсырды. Шамасы мен оның соңғы мүмкіндігі болдым. Ал Вера әжей алдындағысы. Иә, кейбір сәйкессіздіктер бар, әсіресе уақыт жағынан. Бірақ егер ол қашықтықпен ғана емес, уақыттың өзімен де ойнай алған болса, неге болмасқа? Сонда бәрі қисынға келеді. Марфа Федоровна да бекер емес, бәрі байланысып тұр. Кейде өзіме бұл ауылдың әрбір тұрғыны мұнда жайдан жай келген жоқ деген ой келеді. Әр қайсысы бір сыр біледі, бірақ үндемейді. Бәрін бір жерге жинап, айтыңдар бәрін не білесіңдер десең ғой. Бәлкім 2 сағатта шындықтың түбіне жетер едік. Бірақ менің күшім бәріне жетпейді. Ал егер оларды гипнозсыз жинасам, ешкім де аузын ашпайды. Жұмыс қана мені осы шексіз басталуы мен соңы жоқ жұмбақтан сәл де болса алыстататын. Ал кейде көршілер көңілімді көтеріп күлкіге де қалдыратын. Бір күні есігімнен біздің көрші Михаил кіріп келді. Сол баяғы Мишка, Макстың күйеу баласы, қызғаншақ әрі жолы болмас еркек. Бірақ бұл жолы ол құр қол емес. 3 сәл мұздап қалған қалампыр гүлі мен бір бөтелке портвейн 3 семерки да келді. Кіре сала гүлді маған ұстатып, бөтелкені үстелге қойып, салтанатты түрде құй деді. Мен аңырып қалдым. Міне менің сиқыршылық майдандағы алғашқы жеңілісім. Үстелге 2 саптаяқты қойдым. Стақан деген жоқ. Бір банка тұздалған қияр мен біраз шошқа майын әкеліп дастарханға турап қойдым. Михаил болса сол күйі есік маңында тұрып қалды. Сәлден соң орындыққа отырды. Шолақ тонды да шешпестен ауыр күрсінді. Қолын сілтеп, деп ыңырсып бөтелкені ашты. Маған аздап құйып өзіне шетінен лық толтырды. Саптаяқты еріне жақындатқан сәтте мен өз күшімнің бар екенін сездім. Дәл сол сәтте оны лоқсы ұстады. Михаил саптаяқты тастай салып үстелге төгіп аулаға атып шықты. Мен байсалдылықпен орнынан тұрып, шүберек алып, шарап төгілген жерді сүртіп шықтым. Іштей ойлап қоям. Егер мына ақымақ аулама құсып тастаса, тілмен жалап тазалатам. Бірақ бірнеше минуттан кейін ол қайта кіріп келді. Көзі жасаурап, түрі бозарып кеткен. Білесің мен, Надежда, деді ол кібіртіктеп. Жігерленейін деп ішейін дегем, бірақ бармай тұр. Маған күйеуге шықшы.
Менің көзім бақырайып кетті. Кейбір еркектерден мұндайды күтуге болар еді, бірақ тек одан емес. Сенің әйелің мен 3 балаң қайда кетеді? Дедім сыздана. Әйел деген не? Оны тастай салуға да болады, деді ол міз бақпай. Сені бұл ойға не итермеледі? Қалай не? Мен сені жақсы көрем. Одан басқа сенің айлығың да мықты. Өзің де еңбек қорсың. Міне дәл осы сәтте мен оның адам емес екенін анық түсіндім. Бұған сабақ болар бірдеңе жасау керек. Бірақ әйелі мен балаларына кесірі тимеу керек. Жарайды, ойланып көрейін. Ертең кел, дедім жай ғана. Сонда сөйлесерміз. Таңертең жұмысқа шығуға жиналып жатқанда Миша үйдің алдында баспалдақта мені күтіп тұр екен. Мен оның қолынан ұстап байыппен: Миша, сенің маған деген махаббатың жоқ. Сенде тек әйелің мен балаларыңа деген ессіз махаббат, шын сүйіспеншілік бар. Сен ересек, өз отбасын асырай алатын еркексің. Анаңа көмектес, соның қасында тұр. Үйде, машинада бәрі болады. Тек еңбек ет, дұрыс өмір сүр. Бар, Миша, өз жолыңмен жүр. Михаил басын изеп сабырмен бұрылды да үнсіз кетіп қалды. Мектептің кіреберісіне жеткенімде мені Люба тәте қуып жетті. Надь, анау Мишка саған неге келгіштеп жүр өзі, ә? Деп сыбырлап күлімсіреді. Не дейм енді? Ауыл ғой. Ой, Люба тәте, дедім ақмақсып. Ойында бір идея бар, соны ақылдасуға келіп жүр. Қандай идея? Бұл құпия, ол әзірше ешкімге айтпауды сұрады. Маған айта ғой енді. Құпия, дедім тағы да қасақана жұмбақ үнмен. Кешке дейін Люба тәте әбден менің мазамдалды. Ақыры ант су ішкізіп құпияны аштым. Миша отбасымен анасының қасына көшіп бармақ. Анасының денсаулығы нашар, үйге қарау керек екен. Онда құпия болатындай не тұр? Деді Люба тәте ренжігендей. Кетсін, үйге қараушылар табылады. Ал сен, Наденька, қаласаң, осы үйде тұр. Мен біртүрлі уайымдап жүрмін. Сенің үйің күмәнді, қабырғалары сықырлап тұрады. Бір күні оянсақ орнында үй емес үйінді болып, сенімен бірге көміліп қалама деп қорқам. Люба тәте жасырын шоқына салып сөзін жалғастырды. Сен маған туысымдай болып кеттің. Бірнеше түн қатарынан түсімде көрем. Мына үй сені жұтып алғандай болады. Мен күліп жіберіп, оны жұбатып, бұл жай ғана уайымнан туған түс екенін түсіндірдім. Араға 2 күн салып Люба тәте тағы келді. Қолында жинақтаушы кітапшасы. Надь, сен ақылдысың ғой, айтшы, мынаны не істейм? Біріншіден мен таңғалдым. Игнат атаның 40-нан бұрын бәрін шешіп қойған едік қой, ал енді тағы бұл не? Екіншіден өзімде білмей жүредім. Ақшамен не істеу керегін? Алсаң қауіпті, сақтасаң пайдасыз. Сол кезде елдің бәрі дүрлігіп жүрген. Рубль күн сайын құнсызданып барады. Экраннан тек дағдарыс, кезек, тозақ тіршілік. Мен түсіндім. Бәріміз көп ұзамай банкпен бірге күйеміз. Демек, ақшаны тез арада долларға айналдыру керек. Бірақ доллар табу да оңай емес. Район орталығында бәрі көз алдында. Ал айырбастаушылар онда жоқ. Ол үшін туған қалама бару қажет. Бірақ ол жақта да абайлап бірден емес, бірнеше күнде аз-аздан әртүрлі адамдардан алу керек. Өйткені мұндай істе сен мыстансың ба, адамсың ба бәрібір. Бір соққы, бір тас, содан із-түссіз жоғаласың. Бар жағдайды айтып, Люба тәтемен бірге операция жоспарын құрдық. Максты да араластыруды ұйғардық. Тіпті рұқсат сұрамайық. Бірақ жоспарды жүзеге асыру үшін алдымен председательге бару керек еді. Көктемгі демалыстың алғашқы күні таңғы 5-те сауыншылардың фермаға апаратын автобусы менің үйімнің алдында тұрды. Олар мені қалаға жүретін автобусқа дейін жеткізіп салды. Жүргізушіге қолма-қол тапсырып, сәттілік тілеп, қош айтысты. Бірнеше сағаттан кейін мен үлкен сомадағы доллар иесі болдым. Базардағы валютчиктерге бардым. Таныс бір ағайды көріп, оңаша шақырып түсіндірдім. Барлығы оп-оңай шешілді. Кітапшалар адамдарға бөлініп кетті. Ал олардың әрқайсысы маған өз үлесін американдық рубльмен берді. Әрине аздап үстемемен. Бірақ мен риза болдым. Тіпті мені үйге дейін жеткізіп салды. Бүгін сен әрқайсымыздың 3 күндік жоспарымызды орындадың деп әзілдеді олар. Шыны керек, өзімді жолы болғыш сезіндім.
Люба тәтеге жоспар орындалды деп телеграмма жолдап, енді аздап демалуға бел будым. Сол күндері Наташканың ата-анасына барып, ауылдағы жаңалықтармен бөлістім. Өзімше аздап әңгімелесіп күліп отырдым. Бірақ бір сәт байқадым. Бәрі үнсіз бір-біріне қарап қояды. Демек айтатындары бар. Ішім сескеніп кетті. Соңғы уақытта мен жайлы жақсы жаңалықты естімегем. Не болды? Дедім күмәнмен. Надежда, сен Ленаны соңғы рет қашан көрдің? Көп болды. Наташа мен Юра келгенде көргем. Неге сұрадыңдар? Олар бір-біріне қарап үнсіздік орнады. Сосын ақыры шешіліп, қызық жағдай болды, Надь. Тіпті фантастика дерсің. Ленаның анасы жоғалып кетті. Түнде бәрі ұйықтаған, ал таңертең анасы жоқ. Тек төсегінде не лай, не құм, не күлме, бірдеңе түсініксіз. Ал үйдің ішінде бәрі орында. Әмияндағы тиыннан бастап, қысқы пальтосына дейін. Демек шешесі жалаңаш күйінде шығып, ізім-ғайым жоғалған. Ленкада да бір сұмдық жағдай болды. Өлі бала туыпты. Бірақ мұның да түбі жай емес екен. Бір күн бұрын ғана УЗИге барып, дәрігерлер жүрегі соғып тұрғанын, қыз бала екенін айтып қуандырған. Ал ертеңінде бәрі кенеттен өзгеріп кетеді. Дәрігерлердің өздері аң-таң. Баланың өліміне кемінде апта болған дейді. Бүкіл қала дүрлікті, шу шықты. Айыпты табылмады. Бір жақ екінші жақтың қателігін дәлелдей алмады. Кеше ғана Ленканы кездестірдік. Түрі сондай өзгеріп қартайып кеткен. Әуелі анасы қайтып келген шығар деп ойлап қалдық. Ыңғайсыз болып қалды. Ал Ленка ше, ол не деді? Белгісіз, ештеңе айтпай кетіп қалды. Осының бәрі қашан болды? Қарашаның бас кезінде. Анасы сол кезде жоғалды. Ал өзі бір аптадан соң босанды. Үйге қайтып келе жатып өзімді тыңдадым. Ішімде ешқандай қуаныш, ешқандай жек көрініш жоқ. Тіпті сәлде болсын аяушылық сезілмеді. Бәрібір. Ленка Варвараның немересі екені енді талқыланбайды да. Бірақ қалай десек те, сол кемпір тағы да мені алдады. Егер бәрін сиқыр тұрғысынан қарасақ, бәрі тізбектеле түседі. Сонымен ең соңғы оқиғалардан бастайық. Ленкамен болған әзірге шетке қоя тұрып, әуелі анасынан бастайық. Милиция үшін ол беймәлім жағдайда жоғалған, ал мен үшін күлге айналды. Бұл әрине Наташаның ата-аналары айтқан сөздермен жанама түрде расталды. Неліктен күлге айналды? Демек, оның жасы біз ойлағандай жас емес болған. Сол себептен де бәлкім Ленкаға сол сиқырдың әсері өтті. Варвара өлді. Сиқыры тарқап, оның артынан қызы да өмірден өтті. Ал немересі өзінің шын жасы мен болмысына оралды. Осыдан шығатын қорытынды, Варвара өлер алдында да мені алдаған. Ол өлгісі келмеген, керісінше мені өзіне тартып құрбан етпек болған. Мүмкін қызы мен немересі туралы шындықты айтқан болар, бірақ бәрін бұрмалап жеткізген. Ленка менің қасыма кездейсоқ келмеген. Варвара оны алдын ала жіберген. Ал егер олай болмаса? О, басым, осы жұмбақтардан жарылатын шығар. Жарайды, бәрін басынан бастайық. Варвараның басты мақсаты Вера әжейдің кітабы. Сол кітапқа ие болу үшін иесін жою керек. Кімнің қолмен екені маңызды емес. Марфа Федоровна айтқандай, Варвара бұны оңай істейтін. Кітап иесі өледі. Ал кітап байқамай мен секілді бейхабардың қолына түседі. Оның құны мен қасиетін білмейтін, оны жасырмайтын менің қолыма түседі. Сонда Варвара маған сенімді адамын жіберу керек еді. Сол үшін ол қызы мен немересін жасартады. Осыдан соң бәлкім өз жастығынан айырылып қартайғанда шығар. Немересі менімен бірге училищеге түседі. Оқу бітірген соң ауылға менімен бірге келеді. Ленка ешкіммен араласпайтын. Тек бізге, маған және Наташаға жабысып жүретін. Бізге ол керек емес еді. Онсыз да жақсы едік. Бірақ ол бәрібір қасымыздан кетпейтін. Оқуында үздік қызыл дипломмен бітірді. Мен сияқты еріншек емес еді. Қаладан ақ жақсы жұмыста бар еді. Бос орын жетерлік болатын. Бірақ неге екенін кім білсін, менің соңымнан ауылға еріп келді. Демек, аңшылық сол кезде ақ басталған. Бір үйде тұрып қарапайым адам кейпінде жүрген Ленка шын мәнінде кітапты қолға түсірмек болған. Бірақ Вера әжей бар жерде оған жол болмады. Үйді сол әженің рухы қорғап тұрды. Варвараның әулеті оны білмеген. Бір сәт
Ленканың өзінің де жүйкесі тозды ма? Мүмкін менің араласуымнан болар. Соңғы айқастан кейін ол кітапты ала алмай, ашуға мініп бізден қашып кетті. Қалғаны бәрімізге белгілі. Мейлі, бұл теория күлкілі көрінсін. Бірақ ол басқа бір жайтты дәлелдейді. Менің уақыт ішінде орын ауыстыратын сиқыр туралы жорамалымды дәлелдейді. Варвара тек кеңістікте емес, уақыт ішінде де қозғала алған. Ол менің бұл ауылға келетінімді алдын ала білген. Осынша әбігер, осынша айла, бір ғана кітап үшін бе? Демек, бұл жай ғана кітап емес. Онда әлде бір үлкен құпия бар. Енді ол кітап маған ауадай қажет. Міндетті түрде оқуға тиіспін. Бәлкім сол беттерде барлық тылсымның кілті жатқан шығар. Құрметті тыңдармандар, егер әңгіменің басында лайк басып үлгермесеңіздер, әлі де кеш емес. Арнаны қолдап лайк басып жіберуіңізді сұраймын.